Озым болмайды. Мен анау сіздердің ішіңіз пыспайды деп ойлаймын. Сендердің іштерін пыспайтын шығар мен анау сендерге 3D кішкене 3D сурет салғанмын. Қазір ол қайда? Міне. Мамам айтты, кішкене 3D'si бар. Енді сендерге мен бір әңгімені айтып берейін ба? Баяғы заманда Бог атты бір бәрінен өзгеше өлмекші тұрыпты. Ол күн сайын не істерін білмей іші пысып отыратын. Бір күні ол жаңа бір дос тапты. Және ол дос оған жаман көрінді. Сонда өлді. Болды. Жарайды. Сонымен міне анимациямыз қазір тәмәндемеймін енді. Сіздердің ішіңіз менімен пыспайды деп сенемін. Сендер қандай анимация жасай аласыңдар? Соны маған көрсете аласыңдар ма? Кербаев Ланс арқылы. Мен анау сендерге 3D сурет ол көлемді дейді. Негізінде айтып қойайын. О, анау 3D деп. Тоқта, мынау түсім қашын. Міне. Кез келген анимация жасау, ол адамдар ойлайтындай сонша оңай емес. Ол үшін көп анау мен осы өзім анимацияға үйренем. Маған анау үйрететін біреу керек. Әзірше үйренетін ол ютубтан қарап сол жерден үйренем. Мысалы, бұлай копировать етіп, сол кадрды миллион жасау керек емес екен. Бұл енді қателес. Кейін денесі жаймен деп. Бұл жылжып бастайды. Анимацияда қимылдар болсын деп.
кез келген жалпы 3D анимациялар әсіресе ең қиыны 3D анимацияда екені анау көрген нәрсені көргілер келсе міне типа анау мынау қалай еді сендерге көрінсін деп былай жасай мынау боқтың кесірінен мынау адам анау иісі ұнамайды сөйтіп жерге құлап оны біреу анау тартады артық міне одан кейін кішкене қайтады қимылдатайын аузынан су ағып жатыр енді адамның футболкасын және қолын саламыз оның футболкасы оның бұндай заготовка қажет маған экстремальный иә бұл мен қалған заготовка қазір мына жерде кішкене тоқта қазір түсін таңдау қажет киімнің түсі осындай это потом можно өзіне олай болмайды енді футболкасын қимылдап видеоды салып бере аламын бұл жерде анимацияның өзі маңызды ана кейіпкер бірақ тоже жақсы ойлап табылған болу жаман ойлап табылса мультфильм қызықсыз болады мысалы кәдімгі графикамен анау мысалы мынандай қызық мультика жасауға болады осындай кейіпкермен қазір осындай кейіпкермен де қызықты мультхикая жасау мысалы осындай анау оның түрі қызықырақ болсын деп анау түстерін таңдау керек әйтпесе мультик мүлдем маңызы жоқ сияқты бір түрлі болады мысалы осындай кейіпкермен қазір осындай кейіпкермен қызықты мультхикая жасауға болады иә осындай кейіпкермен міне мынау кетші инопланетяне ойбай мына жерде оның аяғы шығып кетті ғой осындай кейіпкермен экранда шығып тұрған қызық бір анимация жасауға болады
бірақ ол үшін еңбек қажет. Еңбекпен алған әрқашанда тәтті. Ол жерде кейіпкердің графикасы міндетті түрде жақсы болуы қажет. Былай салуға болмайды. Мысалы, былай. Там резкода бар. Сонда ол графика бұзуды деуге де болады. Әрқашан кейіпкерде және мультикте бір маңызы болуы қажет. Мысалы, Ханшайымды құтқару сияқты, немесе елді залымдардан құтқару, сондай. Әр мультиктің бір маңызы болуы қажет. Жарайды. Бір маңызы болуы қажет. Маңызсыз мультик онда бір түрлі болады. Мысалы, бір домалақ жүріп, неше түрлі шытырман оқиғалардан өтетіндей. Такой ветер поднялся сильный. Я только из магазина вышла. Сейчас пойдем в дом уже. Пойдем в дом, ты уже голодный. Есть поехала. Смотри на то, что ветер, дети бегают. Жарайды, бәріне сау бол, достар. Қазір шыққанды көрсетем. Әлі киімін түгел жасаған жоқпын. Жарайды, осы менің бағдарламам қазір бітеді. Қанша секунд жүретін күнін? Немесе минут 9 секунд. Тіпті осындай анимацияны өте қиын. Жарайды, бәріне сау болыңыздар. Келесі бағдарламада көрісіп, неше түрлі қызықтардан өтейік.